Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода жеңіл көліктің дөңгелегін үрлеуге арналған осындай кішігірім ғана компрессор. Енді бұл компрессордың өзіміздің қолданып жүрген компрессорларға қарағанда артықшылықтары өте көп. Біріншіден, өзі өте кішкентай, ыңғайлы. Өзімізбен бірге алып жүргенге көлікте өте ыңғайлы, және де бұның көптеген функциялары бар. Қазір сіздерді сол функциялармен таныстырып, және де қалай таңдау керек, несіне мән беру керек, және практика жүзінде көрсететін боламын. Енді қазір құрылғымызды қосу үшін осы кнопканы біраз басып тұрамыз. Мінекей қазір компрессорымыз қосылды. Байқасаңыздар, мінекей мына жерде жеңіл көліктің суреті тұр. Бұл жеңіл көліктің дөңгелегін үрлеуге арналған функция. Келесі функциямыз осы М әрпімен өзгертеміз. Мотоцикл, велосипед, доп және де әртүрлі матрастарға арналған. Енді мінекей жеңіл көлікке қойып қойдым. Мына жерде PCI көрсетіп тұр. Оны бізге осы астыңғы кнопканы басу арқылы барға қою керек болады. Мінекей қазір бар функциясына қойдым. Менің көлігімде дөңгелектің қысымы 2/4 бар болу керек. Осы плюс минус арқылы азайтатын боламын. Мінекей қазір 2/4 барда тұр. Енді осы компрессорге мына шлангыны жоғары жағына жалғап, дөңгелегімізге қосып, осы кнопканы басқан кезде, өзі 2/4 барға барған кезде өзі өшетін болады. Ал мына үстіңгі 3 нөлдер ол дөңгелекке қосқанда дөңгелектің ішіндегі ауаны көрсетіп тұратын болады. Мінекей мына жерде батарейкасын көрсетіп тұр. Батарейка бәрі толық. Бұл өте ыңғайлы. Үстіңгі жағына келетін болсақ, фонаригі бар. Мінекей сос ретінде де жұмыс істетуге болады. Одан кейін фонарь ретінде де қолдануға болады. Енді мына жерде USB порттары бар. USB Type-C арқылы осы компрессордың өзін қуаттайтын боламыз. Және бұл Powerbank ретінде де жұмыс істейді. Яғни телефонымыздың қуаты отырып қалатын болса, осы компрессор арқылы телефонымызды қуаттап алуымызға болады. Егер де компрессордың кнопкаларын баспасақ, бұл өзінен өзі өшетін болады. Яғни өзінің батарейкасын үнемдейтін болады. Енді бұл компрессордың батарейкасының қуаттылығы 18650 ампер-час. Бұл өте жақсы. Кейбір компрессорлар бар 6000 ампер-час. Яғни мына компрессорға қарағанда 3 есе аз. Ондай компрессорларды алуға кеңес бермес едім, себебі ондай компрессормен бір дөңгелекті ғана үрлеп болғаннан кейін батарейкасы отырып қалуы мүмкін. Сондықтан оны қайтадан қуаттап, оның қуаттанғанын тосып, одан кейін ғана барып келесі дөңгелекті үрлей аламыз. Ал мына компрессордың бір жақсысы, өзінің батарейкасының сыйымдылығы көп болғанымен қоймай, өзінің осындай прикуриватель арқылы да істей береді. Тіпті осы компрессорымыз отырып қалған күннің өзінде прикуриватель арқылы тікелей қосып, қуатталған тоспай-ақ ары қарай дөңгелегімізді үрлей беруімізге болады. Мінекей жаңағыдай айтып өткендей, комплектісінде предохранитель, әртүрлі допқа, матрастарға арналған переходниктері бар. Мінекей байқасаңыздар, экранның өзі өшті, яғни біз ұмыт кеткен жағдайдың өзінде бұл өзінің батарейкасын жаңағыдай үнемдейтін болады. Енді қазір практика жүзіне көшетін боламыз. Мінекей қазір көліктің дөңгелегінің біраз жерін шығарып қойдым. 1/95 көрсетіп тұр. Енді қазір бізге 2/4-ке дейін үрлеуіміз керек. Енді қазір компрессорды қосамыз.
Мінекей байқағандарыңыздай тура 2-де 4-ке келген кезде өзі тоқтады. Бұл өте ыңғайлы, сондықтан мен дөңгелектің желін көп шығарған жоқпын, сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін, және осындай компрессордың бір жақсы ұзын шлангының тартуының қажеті жоқ. Мінекей осындай қысқа ғана шлангымен кез келген дөңгелекті үрлегенімізге өте ыңғайлы. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.